Сенбайғазы, Көлшік. Бір күніміз жаздың бір айында қатты нөсер жауыпты. Одан кейін жаңбыр басылған соң бір 2-3 көлшіктер қалыпты. Сөйтіп бір көлшіктің қасында бір қызғалдақ жатыр екен. Сөйтіп ол жаңбыр кезінде, жаңбыр болған кезде ол қатты рахаттанып су ішіп алыпты. Сөйтіп қайттан жаңбыр басылған соң, күн қатты ысыған соң, ол қайттан жапырақтары түсіп, өзі еңкейіп қалыпты. Сөйтіп оған көлшік көмектескісі келіп, ол кішкене күте тұрып жаны ашып кетіпті. Сөйтіп бір бала, 5 жасар бір бала келіп, ағаш атына мініп келе жатырып, лайды басып қап, сөйтіп көлшікке атын суғарыпты. Сөйтіп ол атын айтыпты. Ана қызғалдақты көріп қалыпты. Сөйтіп бала атын айтыпты. Атым мына қызғалдақ сен сияқты шөлдеп қалыпты, біз оған көмектесейік депті да. Сөйтіп оған кішкентай кішігірім арық жасап беріпті. Арықты жасап, олар қайттан атын шу деп кетіп қалыпты. Сөйтіп көлшік ол балаға іштей рахметін айтыпты. Сөйтіп ол қызғалдаққа барып, өзін бір көл сияқты сезініп, қатты жүріп барыпты. Сөйтіп қызғалдаққа жетіп, қызғалдақ әдемі, өзі жайылып, әдемі болып кетіпті. Сөйтіп ол көлшікке қатты алғысын білдіріпті.